Сәлем достар, бүгін сіздерге творожный ватрушкидің ең оңай, ең сәтті рецептісімен бөлісемін. Құрамы да өте қолжетімді және бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде менің видеомды соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп, осы творожный ватрушкиді бірге дайындап көріңіздер. Алдымен таза ыдысымызға жып-жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз ыстық болмауы да тиіс. Оның үстіне жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Және де дәмділігіне байланысты қант саламыз. Тәтті болғанын қаласаңыздар, мен секілді 3-4 қасық қант қоссаңыздар болады. Немесе 2-2,5 қасық қосуыңызға да болады. Жақсылап қантымыз бен тұзымызды араластырып ертіп аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқамызды да жақсылап араластырамыз. Массамыздың үстіне дрож қосамыз, сухой дрож. Осындай арнайы кішкентай пакетиктердегіні 7-10 грамдық немесе 1 шай қасық дрож қосыңыздар. Жақсылап барлығын араластырамыз. Массамыздың барлығы біркелкі араласуы тиіс. Оның үстіне ұнымызды електен өткіземіз. Ұнымызды бөліп електен өткізіп аламыз. Ситадан електен өткізе бересіздер. Әркімнің ұнының тығыздығы әртүрлі болғандықтан, бұл жерде шамамен 500-600 грамға плюс-минус 100 грамды қосып есептейсіздер. Бөліп барлығын қосамыз. Ұндарымызды міндетті түрде осылай өткізіңіздер. Сонда біздің булочкаларымыз жұмсақ әрі тез көтерілетін болады. Жақсылап алдымен қасықпен араластырып, кейін қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыздың барлығын біріктіріп, біркелкі етіп үйлеуге тырыстыңыздар. Біздің қамырымыз өте сондай эластичный, өте жұмсақ қамыр болып үйленуі тиіс. Енді осы қамырымыздың үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Жақсылап қамырымызды тағы да бір илеп аламыз. Біздің майымыз толықтай сіңуі тиіс. Мінекей, шамамен 4-5 минут илегеннен кейін қамырымыз бойына майды сіңірді. Енді көтерілуге қоямыз. 1,5 сағаттың көлемінде біздің тестамыз көтерілді. Осылай қолымызбен жайлап бір басып аламыз да, оны бөліктерге бөлеміз. Дәл осы тестадан менде 18-19 штуктай бөлінді шығады. Оларды дөңгелектеп пергамент қағазы төселген ыдысымызға орналастырамыз. Және орналастырып болғаннан кейін тағы да көтерілуге 20 минуттай қойып қоямыз. Бетін асы орамалмен жабуды ұмытпаңыздар. Енді біз массамызды дайындаймыз творожный. Ол үшін бір жұмыртқамыздың үстіне творогымызды қосамыз. Творог менде президент творогы, әрқандай творогтар жарай береді. Оның үстіне ванилин қосамыз, 1 пачка. Және де крахмал қосамыз. Крахмалдың қандай болғаны маңызды емес, жүгері де картопта крахмалы жарай береді. Және тағы да дәмділігіне байланысты қант мөлшерін өз вкусыңызға байланысты қосасыз. Мен 3-4 қасық қостым, тәтті болғанын қалаймыз. Енді осылардың барлығын жақсылап араластырып, блендердің көмегімен, болмаса арнайы езу құрылғысымен жақсылап езіп шығамыз. Мінекей біздің бөлінді тесталарымыздың барлығы көтерілді. Оның ортасын осылай стакандармен шұңқыр етіп аламыз. Және де осы шұңқырымыздың ішіне творожный массамызды құйып шығамыз.
жан жағына жұмыртқаның сарысын жағып шығыңыздар. Осы кезде пешімізді алдын ала қыздырып дайындай береміз. Жұмыртқаның сарысына сүтті де қосып жақсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызға байланысты. Енді 20 минут 160-170 градуста пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасының қызу уақыты әртүрлі, сондықтан өз пештеріңіздің қызуына қараңыздар. Мінекей біздің ватрушкаларымыз дайын, өте жұмсақ, әрі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Фариза Тілеулес, алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.